Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бұл бізде 6-шы дәрістің жалғасы. Жалпы соманы есептеу барлық бағандар бойынша шығындарды қорытындылау, күтпеген шығындарды есепке алу, күтпеген жұмыстарға арналған резервті қосу, орындау, жұмыстардың шығындардың атауларын және құнын көрсететін жиынтықты кестені құру. Нысанның сметалық құны жұмыс құжаттамасына негізделініп қайта қаралуы мүмкін. Барлық есептеулер Қазақстан Республикасының қолданыстағы сметасы мен нормативтік базасын пайдалану арқылы жүргізіледі. Нысанды немесе оның кезеңінің салу жобасын шоғырландырылған құны сметасы шығындар сметасын пайдалану арқылы жасалынады және бірнеше негізгі функциялары орындайды. Біріншісі, құрылыстың жалпы құнын анықтау. Мұнда шоғырландырылған сметаға нысанды немесе оның кезеңін салу кезеңінде жұмсалған барлық шығындардың жалпы құны кіреді. Бұл деректерге құрылыстың жабдықтың, материалдың, еңбек шығындарының, басқа да шығындардың сметалық құны кіреді. Шығындар сметасы. Мұнда шоғырландырылған шығындар сметасы дайындау кезінде базалық және ағымдағы шығындар сметасы қолданылады. Бұл бағаларды тиісті индекстерді пайдалану арқылы белгілі бір деңгейге дейін түзетуге болады. Шоғырландырылған шығындар сметаның негізгі компоненттері: құрылыс монтаж жұмыстарының сметалық құны, жабдықтар құны, басқа да шығындар, мысалы үстеме, әкімшілік, көлік және қойма шығындары, материалдық мен ресурстардың құны. Шоғырландырылған сметада келесі негізгі компоненттері анықталады. Ол бізде нысандар құрылысының сметалық құны, құрылыс алаңында және сызықтық нысандардың бөліну жолағының шекарасында орналасқан нысандарды қамтиды. Жобалау құжаттамасында сипатталған барлық құрылыс құжаттарын қамтиды. Екіншісі, ұйымдастыру және құрылысты басқару шығындары, әкімшілік шығындарды, құрылыс ұйымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету шығындарын және қадағалау, қоса алғанда жобаны жалпы басқарумен байланысқан барлық шығындарды қамтиды. Үшінші, күрделі құрылыс жобаларының шығындары. Құрылыс алаңының тыс жерде орналасуы мүмкін, бірақ жобалау құжаттамасында көзделген нысандардың салу шығындары. Құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру үшін қажетті, бірақ негізгі алаңның тыс орналасқан уақытша құрылыстар қамтиды. Төртіншісі, коммуналдық желі шығындары. Сметаға құрылыс алаңымен тікелей байланысты коммуналдық желілердің шығындары, соның ішінде құбырларды, кабельдерді орнату және басқа да коммуналдық жұмыстар кіреді. Бесіншісі, болжамды пайда. Мердігерге алынуы күтілетін пайда кіреді, немесе оны құрылыстың жалпы шығындарының пайызы ретінде анықтауға болады. Болжамды пайда белгіленген стандартқа сәйкес анықталады және әдетте сметалық құжаттаманың соңына қосылады. Алтыншысы, жоба шығындары. Сметаға сондай-ақ жобалау жұмыстарының ықтимал шығындары және құрылыс жобасын іске асыру кезінде туындауы мүмкін басқа да шығындар түрлері кіреді. Осылайша шоғырландырылған шығындар сметасы құрылыс жобасымен байланысқан барлық шығындардың, соның ішінде еңбек, жабдық және ұйымдастырушылық шығындардың, сондай-ақ тек негізгі нысандарға ғана емес, сонымен қатар инфрақұрылымды қамтамасыз ету және қосу үшін қажетті жұмыстарға да толық қаржылық көрініс білдіреді. Шоғырландырылған шығындар сметасы келесі негізгі элементтерді қамтиды: жеке нысандардың сметасы мен есептеулерінің жалпы сомалары, құрылыс жобасының нақты бөліктері үшін әзірленген әрбір нысан сметасы бойынша жалпы сомаларды қамтиды. Әрбір нысан сметасы шоғырландырылған сметаға әрбір нақты нысан немесе оның бөлігі үшін құрылыстың толық құнын көрсететін жол бабы ретінде енгізілді. Жеке шығындар түрлері бойынша шығындар сметасы бойынша жалпы сомалар. Нысан сметасында көрсетілген шығындар түрлері бойынша шығындарды есептеулерді қамтиды.
Мысалы, құрылысты ұйымдастыру, жобаны басқару, сметасында қамтылмаған барлық қосымша шығындардың нақты шолуын жасауға мүмкіндік береді. Осылайша шоғырландырылған шығындар сметасы құрылыс құнының толық көрінісін береді. Шығындар сметасы құжаттамасының барлық деңгейлерінен ақпарат жинайды, құрылыстың барлық аспектілерін бойынша есептеулердің дәлдігі мен толықтылығын қамтамасыз етуге көмектеседі. Шоғырландырылған шығындар сметасында қаражат келесі бөліктер мен шығындар арасында бөлінеді. Бірінші бөлімі ол бізде жобалау, екінші бөлімі құрылыс, үшінші бөлім инженерлік қызметтер, қосылған құн салығы, шоғырландырылған құрылыс құны сметасы екінші бөлімінде қаражат келесі тауарларға арасында бөлінеді. Бірінші тарау ол бізде құрылыс алаңын дайындау, екінші тарау негізгі құрылыс нысандары, үшінші тарау көмекші және қызмет көрсету нысандары. Біріктірілген сметаға жобаның әрбір кезеңіне сәйкес келетін құрылыс кезеңдері мен түрлері ескерілетін нақты тараулар кіреді. Тарауға сәйкес қаражат бөлу. Қаражатты бөлу кезінде құрылысты аяқтау үшін қажетті барлық жұмыс түрлері мен шығындарды ескеру маңызды. Бұған тікелей құрылыс жұмыстары да, жобалау шығындары да, уақытша құрылымдар, коммуналдық қызметтері де және басқа да қосымша элементтері кіруі мүмкін. Әрбір тарау салынып жатқан жобалардың ерекшеліктеріне байланысты кіші бөлімдерге немесе шығын санаттарына бөлінуі мүмкін. Бөлім бойынша топтастыру. Егер бірнеше нысанды қамтитын бірнеше аяқталған өндіріс немесе кешен түрлері болса, бір тарау шеңберінде қосымша топтастыру қарастырылуы мүмкін. Бұл топтастыру атаулары тиісті өндіріс немесе кешен атауларына сәйкес келетін бөлімдер бойынша жүзеге асырылады. Бұл тәсіл әртүрлі жобалардың ерекшеліктерін ескере отырып және құрылыстың әртүрлі кезеңдері мен бөліктері бойынша қаражаттың дәл бөлінуін қамтамасыз ете отырып, шығындар сметасын егжей-тегжейлі және тиімді құрылымдауға мүмкіндік береді. Құрылысқа арналған шоғырландырылған шығындар сметасы шығындардың сметалық құрылыстың құнына элементтері бойынша бөлінуінің бар қорытындылар көрсетілген. Шоғырландырылған шығындар сметасы әрбір бөлігі үшін, екінші бөлімде әрбір тарау үшін болжамды пайда мен күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат есептелгеннен кейін бірінші, жетінші және бірінші, сегізінші тараулар бойынша қорытындылар бірінші, үшінші бөлімдердің қорытындылары негізінде және қосылған құн салығынан кейін шоғырландырылған шығындар сметасы бойынша қорытынды. Шоғырландырылған шығындар сметасы бірінші бөлімде техникалық, экономикалық негіздеме әзірлеуге, жобалау іздестіру жұмыстарына және техникалық, экономикалық негіздемені және жобалау сметалық құжаттаманы қарауға арналған қаражат кіреді. Осымен 6-шы дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.